Ағам бұл қорқынышты әңгімені баяғыда ағам айтып берген болатын. 90-шы жылдардың ортасында Ресейдің бір бөлігінде өмір сүрді. Ол ормандағы ағаштар тасып күн көріп жүрді. Оған өз отбасын асырау өте қиын болғандықтан оған көп жұмыстар істеуге тура келді. Ол көбіне түнде қалып жүрді. Міне осындай бір қиын күнде орман арасындағы жол арқылы үйіне қайту керек болды. Сол күні ол өте көп жұмыс істегендіктен шаршап, көзі көрмей келе жатқанда кенеттен бір оқ пайда болды. Бірден анықтап қарап көру мүмкін емес болатын, және де ол белгісіз көлеңкені қағып кете жаздады. Тежегішті соңына дейін басып, көлікті әрең дегенде тоқтатты. Толық қараңғы жолда үсті-басы лас киімдегі қыз тұрды. Жақын ауылдан 10 километр алыс түнде бұл қыз не істеп жүр? Бұл қатты біртүрлі болды. Бірақ ол содан кейін жалғыз тұрған қараңғыда қыздың тағдырын есіне алып, одан сайын қорқа бастады. Бұл жерлерде түнде аш қасқырлардың үйірі жүретін. Ол тұрған қызды кабинаға сигнал басып шақырып, өзінің жақын жердегі ауылына апармақшы болды. Сөйтсе ол әдемі қара торы қыз екен. Ол қыз үндемей, ештеңе айтпай көздерін үнемі жауып отырды. Ағам не болғанын сұрамақшы болып еді, бірақ оның жауабы үнсіздік болып шықты. Солай ол жартылай жолды жеңілдетпекші болып, кассетасын алып сүйікті музыкасын қосып қойды. Бірақ ерегескенде кассетасын қыздың аяқ жағына қарай түсіріп алады. Содан кейін ағам оған қарай еңкейіп кассетасын алмақшы болады. Содан кейін ол енді еңкейе бергенде жүннің немесе сасық малдың иісін сезеді, бірақ оның не екенін қараңғыдан түсінбейді. Бұл оны біршама үрейлендірді. Ол қараңғылыққа үйреніп салон түбіне үңілгенде оны суық қорқыныш үрейлендірді. Сөйтсе ол қыздың аяқтарының орнында тұяқтары болды. Сасық әрі сиырдың тұяғы болды. Бұл минуттар оған мәңгілікке көрінді, себебі ол тіпті сөйлей де алмады. Ал жанында отырған біртүрлі жолаушы күдіктене бастады. Сөйтіп ол батылдығын жинап, ол қызға көліктен түсіп, алдыңғы дөңгелекті қарауды сұрады. Есікті ашқан бойда ол оны итеріп кабинаның ішіне жауып алды. Сол бойда әлгі мақұлық шыңғырып жылап есікті сындыра бастады. Ал ағам жылдамдықты одан сайын көбейтуге әлек. Көлікті мүмкіндігі жеткенше қатты жүріп келе жатқанда айнадан дене тітіркенетіндей шыңғырған дауыспен ұзын және арық қолдарымен сермеп, тыныштықты бұзып жатқан мақұлықты көрді. Мақұлық орманның ішіне дейін қууды тоқтатпады. Бірақ жақын маңдағы иттер ғана үре бастаған соң, әлгі мақұлық орманның қараңғысында қалып, ары қарай ғайып болды. Келесі күні ағам бұл аймақтан отбасын алып, мәңгілікке кетіп, ешқашан оралмады. Бұл оқиғаны бүкіл таныстарым айтса да, бірақ менен басқа ешкім сенбеді. Бұл орманда өмір сүріп жатқан кім немесе не екенін ешкім білмейді. Ал оны білгендер үсті-үсті жоғалып кетіп отырады.